Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мен Азамат Хандөлетұлы. Бүгінгі видеомызды бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Және де видеоны соңына дейін көрген жандарға кішігірім сыйлығым бар. Ал ендеше кеттік. Бүгінгі тақырыбымыз бұл 12 жұп бас ми жүйкесі. Және де олардың бас сүйегінен шығатын тесіктері және иннервациялаушы аймақтары немесе органдары. Ендеше бізде бірінші бас сүйектің шығу тесіктерін талдамас бұрын бас сүйегінің 3 шұңқырын атап кетеміз. Ол алдыңғы бас сүйек шұңқыры фосса крайний антериор, ортаңғы бас сүйек шұңқыры фосса крайний медиа және артқы бас сүйек шұңқыры фосса крайний постериор. Дәл осы шұңқырларда бізде өздеріне сай 12 жұп бас ми нервінің тесіктері шығатын болады. Оны келесі слайдтан көретін боламыз. Яғни фосса крайний антериордан тек бірінші жұп бас ми нерві ламина криброзадан шығатын, яғни тесіктелген табақшадан, яғни нервус альфакториус, иіс сезу нерві. Және ортаңғы бас сүйек шұңқырынан фосса крайний медиадан үшінші жұп бас ми нервінен, яғни алтыншы жұп бас ми нервіне дейінгі жүйкелер шығады. Ол яғни екінші жұп бас ми жүйкесі нервус оптикус көру нерві өзінің атына сай каналис оптикустан көру каналынан шығады. Міне сына тәрізді сүйекте орналасқан. Және де жоғарғы көз ұялық саңылау бар. Фиссура орбиталис супериор бәріміз білетін. Дәл сол саңылаудан үшінші жұп нервус окуломаториус, және де төртінші жұп нервус трохлеарис, бесінші жұп бас ми нервінің, яғни нервус тригеминистің 3 түрлі тармағы бар. Олар бірінші тармағы нервус офтальмика, және екінші тармағы нервус максилярис және нервус мандибулярис. Дәл осы нервус офтальмика, рамус офтальмика В1, яғни фиссура орбиталис супериордан шығады, және алтыншы жұп бас ми нерві әкететін нерв нервус абдуценс, осы 4 жүйке бір саңылаудан шығатын болып табылады бас сүйегінен. Және де бесінші жұп бас ми жүйкесінің екінші тармағы жаңағы рамус максилярис, жоғарғы жақ сүйек тармақ, форамен ротундум дөңгелек тесіктен шығады, және форамен овали сопақша келген тесік бар, бұл рамус мандибулярис, төменгі жақ сүйектік тармақ шығатын болып табылады. Ал енді жаңа 7-ші жұп бас ми жүйкесінен 12-ші жұп бас ми жүйкесіне дейін бұл артқы бас сүйек шұңқыры фосса крайний постериордан шығады. Бұлар 7-ші және 8-ші жұп бас ми жүйкесі жеті нервус фациалис, бет жүйкесі, және 8-ші нервус вестибула кохлеарис, криберус ұлу жүйкесі. Бұл самай сүйегінде орналасқан ішкі есту жолы бар, яғни миатус акустикус интернус. Осы тесіктен шығатын болып табылады. Және форамен югулярия мойындырық тесігінен бізде 9-шы, 10-шы, 11-ші жүйкелер шығады. 9-шы нервус глоссофарингеус, тіл жұтқыншақ, нервус вагус, кезбе нерв, және 11-ші жұп нервус ассессориус, яғни қосымша жүйке болып табылады. Және соңғысы бұл каналис гипоглоссустан шығатын, яғни өзінің атына сәйкес бізде нервус гипоглоссус, тіл асты жүйкесі 12-ші жұп. Енді келесі слайдтан осы 12 жұп бас ми нервінің қандай, яғни органдарды бізде жүйкелендіретін айтып кететін боламыз. Бірінші кезекте біз 12 жұп бас ми нервін 3 түрлі, яғни талшықтарына байланысты бөліп алатын боламыз. Тек қана сезімтал талшықтардан тұратын бұл бірінші, екінші және 8-ші жұп бас ми нервтері. Және тек қана қозғалтқыш жүйкелерден талшықтардан тұратын бұл 4-ші, 6-ші, 11-ші, 12-ші жұп бас ми нервтері. Және аралас нервтер бұл қозғалтқыш та болуы мүмкін, құрамында сезімтал талшықтары да болуы мүмкін, немесе парасимпатикалық талшықтары болуы мүмкін. Бұл 3-ші, 5-ші, 7-ші және 9-ші, 10-ші жұптар. Ал енді бірінші жұп бас ми нервінен бастайтын болсақ, бірінші кезекте нервус альфакториус деп аталады. Ол көріп отырғанымызда иіс сезу аймағы дегеніміз бар, мұрынның жоғарғы жағында орналасқан, яғни регио альфактория деп аталады. Сол жердің шырышты қабығын иннервациялауға қатысады. Және екінші жұп бас ми нерві нервус оптикуста сезімтал талшықтар арқылы бізде көзде орналасқан, яғни торлы қабық бар, немесе сетчатка деп атаймыз. Сол жерді, яғни иннервациялауға қатысады.
және де бірінші жұп бас ми нервінің бізде негізгі бас миында орналасқан орталығы ол ункуста орналасады. Мынау бульбус альфакториус, трактус альфакториус. Одан бізде жаңағы бас миында орналасқан ункусқа барып, ілмек деп атайды қазақша. Сол жерде талданатын болады. Және екінші бас ми нервус оптикустікі бізде мына жерде трактус оптикус, хиазма оптикус. Бұл бас миында, яғни шүйде аймағында орналасқан сулькус калкаринуста орналасатын болып табылады. Дәл осы 12 жұп бас ми нервінің сіздер толық нұсқасын, олардың қалай өтетіндерін, яғни неврология, анатомия деген плейлисттен көре аласыздар. Мен сіздерге қазір қысқаша, яғни олардың иннервациялаушы аймақтарын және қыртыста орналасқан немесе ми бағандарында орналасқан ядроларын айтып өтетін боламын. Яғни бірінші жұп бас ми нервінікі ункуста орналасты, ал екінші жұп бас ми нервінікі бұл сулькус калкаринуста орналасты, шүйде аймағында. Бұлардың ядролары болмайды. Және үшінші жұп бас ми нервінен 12-ші жұп бас ми нервіне дейін бұлардың ядролары болады. Яғни ми бағанында орналасқан. Яғни үшінші және төртінші жұп бас ми нервтерінің ядролары ортаңғы мида орналасқан. Бәріміз білеміз, ортаңғы ми анатомиясы дегеннен көрсеңіздер де болады олардың құрылысын. Яғни ортаңғы мида бізде субстанция глицея централис деген бар. Сол жерде орналасқан. Үшінші бас ми нерві, яғни жоғарғы төмпешік деңгейінде, ал төртінші бас ми нерві төменгі төмпешік деңгейінде орналасқан. Және де 5-ші жұп бас ми нервінен 8-ші жұп бас ми нервіне дейін 4 бас ми жүйкесі бізде көпірдің артқы бөлігінде орналасқан. Яғни ромб тәрізді шұңқырдың бізде түбінде деп атаймыз басқаша. Және 9-ші жұп бас ми жүйкесінен 12-ші жұп бас ми жүйкесіне дейін негізгі сопақша мидың артқы бөлігінде ромб тәрізді шұңқырдың түбінде орналасқан. Және айтып кеткен болатынбыз, ромб тәрізді шұңқырдың жоғарғы үшбұрышы бар, төменгі үшбұрышы бар. Дәл өзі айтқан, жоғарғы үшбұрышында 5-тен 8-ге дейін, төменгі үшбұрышында 9-дан 12-ге дейін. Ал енді осы үшінші бас ми жүйкесінің иннервациялайтын бұлшықеттері бар. Олар не десек? Жоғарғы, төменгі, медиалды көздің тік бұлшықеттері, яғни мускулус ректус, медиалис superior inferior, және төменгі қиғаш бұлшықет мускулус obliquus inferior, және қабақты көтеретін бұлшықет мускулус levator palpebra. Және де көздің мына жерінде осыған мускулус сфинктер пупилланы да және мускулус ciliarisті жүйкелендіруге қатысады екен. Ал мускулус ректус латералис қайда кетті десек? Мускулус ректус латералис, латеральды тік бұлшықеті бізде 6-шы жұп бас ми нерві әкететін жүйкеден. Яғни нервус абдуценс арқылы жүйкелендіріледі. Ал 4-ші жұп бас ми жүйкесі бізде жоғарғы қиғаш бұлшықет, мускулус obliquus superior арқылы жүйкелендіреді. Енді бізде 5-ші жұп бас ми нервіне келетін болсақ, нервус тригеминус, жаңа айтып кеттік, 3 түрлі тармағы бар: рамус яғни офтальмика, рамус максиллярис және рамус мандибулярис. Сол аймақтарына байланысты бізде терінің аймақтарын жүйкелендіруге қатысады екен. Және де көріп отырғанымыздай тілдің алдыңғы 3-тен 2 бөлігін жүйкелендіруге қатысады. Бұл тілдің алдыңғы 3-тен 2 бөлігінің жалпы сезімталдылығын, яғни дәм сезуге қатыспайды. Жалпы сезімталдылық дегеніміз не? Бұл температураны сезе аламыз, ыстық пен суықты, яғни тактильділікті бізде бұл не дегеніміз, яғни жанасу сезімдерін осы жалпы сезімталдылықты нервус тригеминус атқаратын болады, алдыңғы 3-тен 2 бөлігін. Және де мұрынның шышты қабаттарын жүйкелендіруге де қатысады екен. Ал қозғалтқыш тармақтары арқылы көріп отырғанымыздай негізгі бізде мықты бұлшықет, шайнау бұлшықеті бар, мускулус букинатор деп аталады. Соны яғни қозғалтқыш талшықтары арқылы иннервациялайды. Және 7-ші жұп бас ми нерві нервус фациалис, жаңа айтып кеттім, 5-ші жұп бас ми нерві терісін иннервациялайды. Ал нервус фациалис бет жүйкесі бұл терінің астында орналасқан енді бұлшықеттерін, қысқаша мимикалық бұлшықеттерді иннервациялайды қозғалтқыш талшығы арқылы. Және де көз жасы безін және де тілдің алдыңғы 3-тен 2 бөлігінің бізде дәм сезуіне қатысады. Қарап тұрыңыздар, дәм сезуіне. Ал 5-ші жұп бас ми нерві бұл
яғни жалпы сезімталдылық болған еді. Жанасу, температура деген секілді. Ал мынау дәм сезуге. 7-ші бас ми нерв. Және тіл асты, жақ асты, көз жасы бездерін иннервациялайды. Және мұрынның шышты қабығын иннервациялауға да қатысады екен. Ендігі кезекте бізде 8-ші бас ми нерві нервус вестибула кохлеарис деп аталады. Оның өзінің негізгі 2 тармаққа бөлініп кетеді. Рамус көріп отырғанымыздай, яғни вестибулярис, міне рамус вестибулярис және рамус кохлеарис. Рамус кохлеарис органум спиналин, яғни жүйкелендіруге қатысады мына жерде спиральді мүшені, ұлы денені. Ал мына жердегі рамус вестибулярис креберс бұл тепе теңдікті сақтауға қатысатын негізгі қапшықтардың дақтары деп айтаймыз, немесе макула дейміз, немесе жартылай иірімді өзекшелердің айдаршықтары дейміз. Міне жартылай иірімді өзекшелер, 3 түрлі жартылай иірімді өзекше бар. Оны сіздер құлақтың анатомиясы деген тақырыпта неврология плейлистінде толық көріп алсаңыздар болады. Бұл осы жүйке арқылы. Негізінен барлық жүйкені мен жеке-жеке сол плейлистке салатын боламын. Келесі жүйке бұл, яғни нервус глоссофарингеус, тіл жұтқыншақ жүйкесі. 9-ші бас ми нерві бұл ортаңғы құлақты дабыл қуысын жүйкелендіреді. Сонымен қоса тілдің 1/3 артқы бөлігінің жалпы сезімталдылығында және дәм сезуінде қамтамасыз етеді артқы бөлігінің. Не көріп отырсақ. Және де біз яғни біз жұтқыншақ бұлшықетін мускулус стелофарингеус бұлшықетін, және жұтқыншақтың негізгі 3 бізде бұлшықеттерін алып қарастырамыз. Жоғарғы, ортаңғы, төменгі. Дәл осы жоғарғы бөлігін жүйкелендіреді, жұтқыншақты жүйкелендіреді, және жұмсақ таңды жүйкелендіруге қатысады екен бұл жүйке. Енді кезектен 10-ші бас ми нерві кезбе нерв нервус вагус. Бұл құлақ қалқанын, сыртқы есту жолын жүйкелендіреді, және де негізінен ішкі мүшелерді, және де жұтқыншақ, көмей, кеңірдек, бронхтарды жүйкелендіруге қатысады. Сонымен қоса өкпені, жүректі, асқазанның, яғни асқазан ішек жолдарын, тоқ ішекті иннервациялайды. Бірақ бір нәрсені ескеру керек, яғни тоқ ішектің бізде оң жақ және жоғарылаған бөліктерін жүйкелендіреді, бірақ сол жақ бөлігін мына жерде көрмейміз, төмендеген бөлігі сигма тәрізді. Ол жерде иннервацияламайды кезбе жүйке. Соны білуіміз қажет. Және ең соңғы жүйкелердің бірі бұл 11-ші бас ми жүйкесі қосымша нервус аксессориус. Ол негізгі басымызды оң және сол жаққа бұруға қатысатын мускулус стерноклеидомастоидиусты және мускулус трапезиусты жүйкелендіреді. Және 12-ші бас ми жүйкесі нервус гипоглоссус, тіл асты жүйкесі тілдің бұлшықеттерін иннервациялайды, яғни тілді қозғалысқа келтіретін негізгі жүйке болып табылады. Ендігі осы сіздерге айтқан болатынмын видеоның басында, яғни қысқаша сыйлығым бар деп, оны келесі слайдтан көре аламыз. Яғни мына жерде рим цифрларымен 1-ші бас ми нервіне 12-ші бас ми нервіне дейін көрсетілген, және олардың латынша аттары, қазақша аттары, сезімтал, қозғалтқыш, парасимпатикалық талшықтарын, және де бізде қозғалтқыш қандай ядролары бар, парасимпатикалық қандай ядролары бар екенін жазып кеткен болатынмын. Және 1-ші және 2-ші бас ми нервінде менде ядро болмайды деп айтқан болатынмын. Бұлар 1-ші жұп иіс нервінің ункуста орналасқан, қыртыстағы, және нервус оптикуста сулькус калкаринус орналасқан, бұларда ядро жоқ. Ал 3-тен 12-ге дейін ядролар бар ми бағанында. Және олардың яғни иннервациялайтын аймақтарын, бұлшықеттерін, органдарын толығымен осы кестеден көре аласыздар. Ал егер де тартып алғыларыңыз келсе, өздеріңізге жүктеп, астындағы комментарийға телеграм ссылканы қалдырып кететін боламын. Сол жерден алдыңғы көрсетілген осы және анатомиялық суретті де, және осы кестені де толығымен сіздер жүктеп ала аласыздар. Тек қана комментарийдағы ссылкаға өтсеңіздер болғаны. Егер де видео пайдалы болған болса, тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Және де түсінбей жүрген тақырыптарыңызды комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта міндетті түрде саламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.